Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы биыл ғылыми зерттеу, ғылыми әдістемелік, ғылыми ұйымдастырушылық, біліктілікті арттыру, спорттық бұқаралық іс-шаралар бағытында біршама жұмыстар атқарды. Ғылыми бағытта Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясымен бірлескен білім беру жүйесін жаңғыртудың ғылыми негіздері бағдарламасы аясында Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетімен гранттық қаржыландыру шеңберінде ЮНЕСКО-ның Алматы қаласындағы өңірлік бюросымен бірлесіп ғылыми жобалар жүзеге асырылды. Қазақстан оқушыларының физикалық дамуы, физикалық және функционалдық дайындығы туралы деректер өңделді. Орта білім беру ұйымдарының балалары мен жасөспірімдерінің денсаулық көрсеткіштерінің дерекқоры құрылды. Әдістемелік ұсынымдар әзірленді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Назарбаев университетімен бірлесіп 3 халықаралық конференция, Жапония және Польша дене шынықтыру мамандарының қатысуымен 4 халықаралық семинар өтті. Дене шынықтыру пәні бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын, үлгілік оқу бағдарламасын жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізіліп, әдістемелік материалдар әзірленді. Назарбаев университетінің медицина мектебімен бірлесіп, спорт түрлері бойынша 20 бейнеролик дайындалды. Мектеп оқушылары арасында шахмат олимпиадасы, тоғызқұмалақ олимпиадасы, сергіту сәті челленджі, алтын сақа олимпиадасы, республикалық пәндік олимпиада, үздік дене шынықтыру педагогі республикалық байқауы өткізілді. Биыл алғаш рет ауқымды біліктілікті арттыру курстары өткізілді. 11982 жалпы орта білім беру ұйымдарының дене шынықтыру педагогі, 650 мектепке дейінгі білім берудің дене шынықтыру тәрбиешілері мен нұсқаушылары, 500 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының дене шынықтыру педагогі бюджеттік негізде біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Халықаралық, республикалық, спорттық бұқаралық дене шынықтыру сауықтыру іс-шараларының күнтізбелік жоспарына сәйкес 10 спорт түрі бойынша ұлттық мектеп лигасының бағдарламасы аясында 39 жарыс өткізілді. 9-11 сыныптар арасында Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Ақтөбе облысы, 7-8 сыныптар арасында Павлодар облысы, Түркістан облысы, Шымкент қаласы, 5-6 сыныптар арасында Түркістан облысы, Павлодар облысы, Жамбыл облысының оқушылары жеңімпаздар қатарынан көрінді. Лиганың республикалық кезеңіне 5522 оқушы қатысты. Қазақстан оқушыларының 11-ші қысқы гимназиадасы 700-ге жуық оқушыны қамтыды. Жарыс нәтижесінде Қостанай облысы, Солтүстік Қазақстан облысы және Батыс Қазақстан облыстары жеңіс тұғырынан көрінді. Жыл көлемінде әртүрлі спорт түрлерінен өткен республикалық жарыстар мен турнирлер 3000-ға жуық оқушыны қамтыды. Орталық Америка құрама штаттарында өткен 31-ші дүниежүзілік қысқы универсиада, Қытайдың Чэнду қаласында өткен дүниежүзілік жазғы универсиада ойындарына ел құрамасын бастап барып, толағай табыспен оралды. Түркі әлемінің рухани астанасында 2-ші түркі универсиадасын жоғары дәрежеде ұйымдастырды. Жыл қорытындысы бойынша дене тәрбиесі және спорт саласындағы жетістіктері үшін педагогтер оқу-ағарту министрінің алғыс хатымен марапатталды.